Тақырып: қазақ мәдениеті ақылы мен ақыл-ойының заңғар биігі. Интонация, пауза. Қазақ мәдениеті сан ғасырлық тарихтың сүзгісінен өткен, ұлттық болмысты айшықтайтын рухани қазына. Ол тек салт-дәстүрдің жиынтығы ғана емес, ұлттың терең ойлау жүйесін, дүниетанымдық пайымын, ақыл-ойының кемелдігін танытатын ерекше өркениеттік құбылыс. Халықтың мәдениеті оның парасатын, өмірлік философиясын, адамға деген көзқарасын айқындайды. Осы тұрғыдан алғанда қазақ мәдениеті ақылы мен ақыл-ойының заңғар биігіне көтерілген өркениеттің үлгісі. Қазақ мәдениеті табиғатпен үйлесім тауып, адам мен әлем арасындағы үйдің құрылымын бастап, ою-өрнектің мәніне дейін терең философия, өмірді тану, тәртіппен үйлесім жатыр. Бұл қазақтың ой жүйесінің көркем өрнектелуінің дәлелі болып табылады. Тақырып бойынша сұрақтар мен тапсырмалар. Бірінші тапсырма: Ұлы Абайдың бойы болған өлеңін тыңдаңдар. Өлеңнің не туралы екенін 5 сөйлеммен сипаттап беріңдер. Дескриптор: берілген өлеңді тыңдап түсіне алады. Өлеңнің не туралы екенін 5 сөйлеммен сипаттай алады.